Ешкім ешкімді жақсы көруге міндетті емес, бірақ құрметтеу парыз. Өзгелерге өзіңді мәжбүрлеп сыйлатудың қажеті жоқ. Одан да өзіңізді дамытып, өзіңізбен айналысыңыз. Сонда олардың сізді құрметтемеуге лажы қалмайды. Өзін өзгеден жоғары санамаған адамдардың бәрі құрметтеуге лайық жандар. Факт бойынша біз өзімізден басқа ешкімге керек емеспіз. Солай екен, өзімізді өзіміз бағаламай, өзімізді өзіміз жақсы көріп құрметтемейінше, мұны өзгелерден күтуіміз ақымақтық болады. Саған әрең шыдайтын жерге емес, сенің келгеніңе қуанатын жерге бар. Кімді шын көңілден құрметтесе, оған ешқашан жағымпазданбайды. Өйткені сыйы бар жанды бәрі құрмет тұтады. Ал жағымпаздану мазақ еткенмен тең. Сыйлаудың да шегі бар, ал махаббаттың шегі жоқ. Біреуден көңілің қалғанда оның жаман адам емес, жай ғана сен оны өз деңгейінен де жоғары бағалап, оның қолынан келмейтін нәрсесін күткеніңді түсінесің. Құрмет пен сыйластық жайлы айтуды бәрі біледі, ал ешкімді ренжітпеу көпшіліктің қолынан келе бермейді, әсіресе жақын адамдарың. Арада сыйластық болмаса, махаббат алысқа бармайды. Мықты болсаң мейірбан бол, сонда өзгелер сенен қорыққаннан емес, шын көңілден құрметтейді. Осы уақытқа дейін үлкендерді құрметтеп ұятқа қалған, әлсіздерге көмектесіп кедейленіп қалған, қарияларға орын беріп кемтар болып қалған ешкім жоқ. Өзгеге құрметпен қарайсыз ба, жоқ па, ол сіздің көрген тәрбиеңізді білдіреді. Айналаның бәріне құрметпен қара, тіпті саған жамандық істегендер болса да. Сонда сен өз биіктігіңді білдіресің. Әттең барлық қиындықтар бір нәрседен басталатынын адамдар білсе игі. Бізді бәрі жақсы көргенін, бағалап құрмет тұтқанын қалаймыз. Бірақ өзіміз бұл нәрселерді істеуге асықпаймыз. Өз қадіріңді ешқашан кетіріп алма. Өйткені сыйың кетсе, қанша биік белестерден өтсең де оны қайтару мүмкін емес. Сыйлап берген су сатып алған балдан тәтті.